Назира Құдайбергенқызы, Моғолстан болам. Тараз қаласының тұрғынымын. Мен бүгін Ауыл Береке деген базарға келіп тұрмын. Базарға келіп тұрған себебім мынандай шекара жабылсын, вирусқа жол жоқ, Қытайға жол жоқ. Шекараны әлі де болса жаппай жатыр, самолеттер әрі-бері ұшып келіп жатыр. Бірде-бір Қытай шекарадан бері қарай кірмесін деген менің талабым. Бүкіл Қазақстан халқынан бәрінен талап етем, биліктен бәріңізден талап етем. Бірде-бір Қытайды шекарадан бірде-бір Қытай кірмейтін болсын Қазақстанға. Вирус алып келмейтін болсын бізге. Олардың вирусының да, Қытайдың тауарының да ештемесін бізге қажет жоқ. Азық-түлігі де, товары да. Бәріне рахмет. Біз бәрінен бас тартуымыз керек. Біз бәрінен бас тартуымыз керек. Не Қытай болады, қандай зат Қытайдікі, бәрінен бас тартуымыз керек. Халқым, ояныңыздар, естеріңізді жиыңыздар. Бізде уақытта жоқ қазір Қытаймен күресетін, билікпен күресетін уақытта жоқ бізде. Қытай кіріп кететін болса, сіздер білесіздер, бір Қазақстанның адамы бірақ Қытайдың қаласында тұрады екен. Сондықтан да естеріңізді жиыңыздар, қазақтар. Халқым, есімізді жияйық. Шекарадан бірде-бір Қытай кірмейтін болсын. Саяси тұтқындардың бәріне бостандық берілсін. Макс Боқаев, Мұхтар Джакишев, Арон Атабек неше жыл болды түрмеде жатқанына. Халқым, соларды құтқарайық, оларға бостандық берілсін деп талап етейік. Бүгін міне Шу қаласының Бағдат атты бауырымыз 15 күнге жауып тастапты билік. Мен соған да қарсымын. Тараз қаласында жатыр. Тараз қаласында жатыр, қазір 15 күнге жауып тастапты. Елім деген еңіреген ер еді ол. Бағдат деген еңіреген жігіт ол біздің. Ертең қолдауға барамыз. Ертең біз Бағдатты қолдауға барамыз, Алла қаласа. Сол сіздерге айтайын деген естеріңізді жиыңыздар, халқым. Саяси тұтқындардың бәріне бостандық берілсін деп биліктен талап етуіміз керек. Есімізді жинайық, көзімізді ашайық, жан-жағымызға қарайық. Басқа елдердің бәрінен біздер қазір төмен қалып қойдық. Біз соңғы сатыда тұрмыз. Біздің билік бізді Қытайға жығып беріп отыр. Менің талабым Қытай, бірде-бір Қытай кірмейтін болсын Қазақстанға. Мен қазір базардың ішімен аралап шығамын. Қаншақты жүр аламын, соншалықты жүріп шығамын осы плакатыммен. Мен бүгін Тараз қаласына келіп едім. Мына Назира қарындасымды кездестірдім. Мына жалғыз адамдық пикетке шығып, Ауыл Берекесінің алдында тұр. Қазір базардың ішіне кіріп, халыққа шекара жабылсын, вирусқа жол жоқ, Қытайға жол жоқ деген плакатын алып шығып тұр. Рахмет қарындасым.